Баршаңызға сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қаймақ қосылған печеньенің рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі ең алдымен бір жұмыртқамызды аламыз, оған 200 грамм қантымызды араластырамыз. Араластырып болған соң 180 грамм сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. 200 грамм қаймағымызға чайный ложкамен жарты қасық соданы араластырамыз. Оны сұйық массамызға салып, қайтадан жақсылап араластырамыз. 450 грамм ұнымызға 1 чай қасық разрыхителді араластырып қосамыз. Барлығын араластырып болған соң, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін, оны қолымыздың көмегімен дөңгелек форма жасаймыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Күнжіт сепсеңіздер де болады, бірақ ол міндетті емес. 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аласыздар. Печеньеміз өте дәмді, әрі жұмсақ болып піседі. Сіздермен несібелі сау болыңыздар.